сөз тапқанға қолқа жоқ. Бір патша ең тапқыр әрі көркем сөз айтқан адамға 400 динар берем деп жарлық шығарыпты. Келесі күні нөкерлермен сапарға шығады. Жолда жас зайтун ағашының шыбығын көшеттеп жатқан 90-дағы карияны жолықтырады. Патша оған: мына көшетіңіз жеміс бергенше жоқ дегенше 20 жыл керек. Төріңізден көріңіз, жақын қалғанда жемісін көрмейтін іске неге арамтер болып жатырсыз деп сұрайды. Сонда кария: бұрынғылар еккен ағаштың жемісін біз теріп жеген болатынбыз, енді біз еккен ағаштың кейінгілер жемей ма дейді. Патша: неткен әдемі сөз дейді де карияға 400 динар бергізеді. Ақшаны алған қарт күлімсірейді. Сонда патша: неге күлдіңіз деп сұрайды. Кария: зайтун ағашы 20 жылдан кейін жеміс берсе, менің ағашым қолма-қол жеміс берді дейді. Патша бұл сөзге одан әрі таңғалып, тағы да 400 динар бергізеді. Кария тағы да күлімсірей түседі. Патша себебін сұрағанда: зайтун ағашын жылына бір-ақ рет жеміс берсе, менікі 2 рет жеміс беріп тұр емес пе дейді. Бұл жауапқа қайран қалған патша тағы да 400 динар бергізеді. Сосын атын тебініп, карияның қасынан жылдам ұзап кетеді. Былайшыға неге асықтыңыз деп таңырқаған уәзіріне: мына карияның қасына тұра берсек, сөздері таусылғанша қазынамыз таусылатын түрі бар деп күлген екен. Иә, сіздің жасаған әрбір жақсылығыңыз міндетті түрде жемісін береді.